Сәлеметсіз бе? Абилхай Ернар, СРС 2, Қазақстан тарихы, таңдалған шығарма Тар кезең, Қажығали Мұхамедқалиұлы. Бірінші сұрақ: көркем шығарма қандай тарихи кезең мен оқиғаларға арналған? Тар кезең 18 ғасырдың екінші жартысы мен 19 ғасырдың басындағы Қазақстанның саяси әлеуметтік жағдайын суреттейтін тарихи роман. Бұл кезең Ресей империясының отаршылдық саясаты күшейіп, қазақ даласына әкімшілік, экономикалық және әскери қысым жасалған уақыт. Романда әсіресе кіші жүздің жай-күйі, жайық пен елек бойындағы қазақ руларының шекаралық қысымға ұшырауы, жерден ығыстырылуы, қазақ-орыс, башқұрт, қалмақ тегеуріні нақты көрініс табады. Файлда былай суреттеледі: Алаш баласы елек пен жайық бойындағы өріс қоныстарынан ысырылып, жайық қазақ орыстарының, башқұрттар мен еділ қалмақтарының талауына ұшырап, жан-жақты қысым көре бастады. Сонымен қатар шығармада сырымдатылы бастаған ұлт-азаттық қозғалысы, хан Нұралының билік дағдарысы, билер кеңесі, ел арасында алауыздық, хандық биліктің әлсіреуі, барлығы тарихи шындыққа негізделген түрде суреттеледі. Шығарманың негізгі идеясы: автор қандай мәселе мен сұрақтарды көтереді? Романның басты идеясы ол елдің бірлігі сақталмаса, сыртқы жау үшін ең оңай жем болады деген ой. Елдің бірлігі, халықтың бірлігі, халықтың рухына әсер ететін ең басты кілт болып табылады. Шығармада ашық айтылған негізгі ойлардың бірі: бөлінгенді бөрі жеп, жарылғанды жау алар деп айтады. Автор көтерген басты мәселелер ол қазақ қоғамының ішкі бытыраңқылығы, хандық биліктің әлсіздігі, сыртқы саяси қысымға төтеп бере алмау, халық пен билік арасындағы түсінбеушілік, азаттық жолындағы күрестің ауырлығы, ұлттың болашағы үшін жауапкершілік. Бұл сұрақтар тек өткен заманға емес, бүгінгі күнге де сабақ береді. Ұлттық бірлік елдің ең басты күші. Романдағы негізгі идеялардың бірі: қазақ халқының бірлігі жоғалса, жау алдында әлсіз болатыны. Автор бірнеше рет жүздердің бір-бірін бөліп, әрқайсысының өз хандарын сайлауы, билердің алауыздығы, руаралық түсініспеушілік елді әлсірететінін көрсетті. Мәтіндегі айқын идеялық тұжырым: бөлінгенді бөрі жеп, жарылғанды жау жалар. Бұл тек мақал емес, романның басты философиялық өзегі. Халық пен билік арасындағы қарама-қайшылық. Кітапта хандық биліктің әлсіреуі, хан Нұралының шешімсіздігі және халықтың одан теріс айналуы маңызды идея ретінде көрсетілген. Автор халықтың дауысы еленбеген қоғамда әділетсіздік көбейетінін, елдің ашу ызасы артып көтеріліс болатынын, билік пен халықтың арасы алшақтаса мемлекет құлайды деген ойды жеткізді. Бұл идея сырымның ханға қарсы шығуынан айқын көрінеді. Азаттық халықтан басталады. Сырымдатылы бастаған қозғалыс тек қарулы күрес емес, ол халықтың сананың оянуы. Роман арқылы автор мына ойды білдіреді: халық азаттық үшін күреспесе, билік сыртқа күшке тәуелді болса, елдің болашағы бұлыңғыр болады.
Сырымның тұлғасы халықтың ері символы. Отаршылдық саясаттың зардабы Ресей империясының қазақ жеріне иелік етуі, шекараларын бекітіп, қазақтарды өз қонысынан ығыстыруы шығармадағы басты тарихи көркем идеяларының бірі. Автор отаршылдықтың зардаптарын бірнеше қырынан көрсетеді. Жердің тарылуы, халықтың көшу мүмкіндігінің шектелуі, экономикалық қысым, қазақ орыс әскерінің озбырлығы, хан билігінің Ресейге тәуелді болуы. Мәтіннен үзінді, ол Алаш баласы Елек пен Жайық бойындағы өріс қоныстарынан ысырылып, қазақ орыстардың талауына ұшырап деген сөздер бұл отарлау саясатының тікелей көрінісі. Билер институты халықтың рухани тірегі. Автор билердің әділдігі, шешендігі, жауапкершілігі, ел бірлігін сақтауға қосқан үлесі арқылы қазақ қоғамындағы үлкен мәдени рухани құбылысты көрсетеді. Билер кеңесі тек басқару органы емес, ұлттық ақыл-ойдың символы. Тұрманбет бидің бейнесі арқылы автор би институтына деген құрметін білдіреді. Елін сүйген ердің жүрегі қашанда ауыр. Сырымның ішкі ойлары, ел үшін ойымы, шығарманың үлкен идеясы. Автор сырым арқылы ел тағдырын ойлаудың ауыр екенін, шын батырдың жаны нәзік болатынын, халық үшін күрестің жолы қиын екенін көрсетеді. Бұл романның рухани және эмоционалдық өзегі. Алауыздық елді іштен жегідей жейтін дерт. Романда ру басыларының кейде өз мүддесін елдің мүддесінен жоғары жиі санайды. Автор бұны қоғамды құлдыратынын ең қауіпті құбылыс ретінде көрсетеді. Халықтың осындай кезде сырым сияқты тұлғаларды іздеп, елдік санаға оянуы шығарманың тағы бір идеясы. Тарих өткеннің ғана емес, бүгінгі күннің де сабағы. Автор өткен оқиғаларда жазу арқылы қазіргі оқырманға арналған ой тастайды. Ол ойлар, ол бірлік сақталмаса, ұлт әлсірейді, сыртқы күшке тым тәуелді болу қауіпті. Елдік мәселеде жеке мүдде емес, ұлттық мүдде бірінші болуы керек. Бұл шығарманың философиялық деңгейлері. Халықтың рухы ешқашан сынбайды. Бұл соңғы идеясы. Бар қиындыққа қарамастан романдағы қазақ халқы күреседі, қарсы тұрады, талап етеді, берілмейді. Ең бастысы халықтың берілмеуі, ол автор ұлт рухын көтеру, оның мықтылығын көрсету идеясын алға шығарады. Сырымның келбеті осы рухтың бейнесі.